Армысыздар, құрметті халайық. Бәріміз асыға күткен ұлыстың ұлы күні Наурыз тойы құтты болсын. Бұл күн біздің ата-бабаларымыз, арғы тегіміз мыңдаған жылдардан бері тойлап келе жатқан жыл басы мерекесі. Күн мен түн теңеліп, жаңа жылдың бастауы болған әз Наурызда денсаулықтарыңыз мықты болып, тілектеріңіз қабыл болсын. Қыс өтіп, қар еріп, құлпыра көктем жетіп, шаруаның кенелген мейрамы ежелден құтты болсын бұл Наурыз. Наурызды халқымыз жыл басы санайды, көнермес салтымыз көктемдей арайлы. Назарларыңызға дәм отау атты ұлттық тағамдар дайындау бейнепрезентациясын ұсынамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және қазақ елі. Мен Ақтоғай ауданы Жанатап ауылдық кітапханасының кітапханашысы Абдрахманова Бақытжан Тілеулесқызы. Ақ тілек, елім аман болсын, достыққа берік адал болсын, ұлыс он болсын, ақ мол болсын. Қайда барсақта жол болсын, ұлы халқым тоқ болсын. Уайым қайғы жоқ болсын, қуанышты күндер көп болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын. Қазір мен қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ пісіріп сіздерге ұсынамын. Бауырсақ пісіру үшін ең бірінші біз ұнымызды өткіштен өткізіп, ұнымызды илеп аламыз. Содан кейін нанымызды ашытқы қосып, қант қосып, су қосып, ашытқып аламыз. Біздікі міне дайын ашытқымыз. Енді біз дәмді болу үшін ұнымызға, нанымызға илейтін тұз қосамыз. Міне жұмсақ болу үшін, тәтті пісу үшін сұйық май қосамыз. Жылытып суымызды дайындап алып, міне бауырсақ пісіруге кірісеміз. Енді біз нанымызды бөліктерге бөліп аламыз. Дөңгелетіп сосын біреуін алып, осылай есеміз. Есіп болғаннан кейін біз бауырсағымыз әдемі шықсын деп, осы немен белгілеп қырқалыппен соғамыз. Өмірлеріңіз мәнді, көңілдеріңіз қуанышты, күндеріңіз сәнді, дәмдеріңіз дәмді болсын. Мерекелі, мерекелі дастархан тілеймін. Наурыз мерекесі құтты болсын, ағайын. Бұл күні баршамызға құтты болсын, ақ мол болсын. Міне бүгін біз ұлыстың ұлы күніне біз етімізді салып жатырмыз. Біз мынаның ішіне қазы, омыртқа, жілік, жамбас салып жатырмыз. Қазанға міне салып жатырмыз. Қарта, қазы, менің майы, міне қарта, бүйен бәрін салып қойды. Енді міне тұзымызды салып, мына етіміз көбігін алып, еміздің көбігін алып жатырмыз. Қазанымыз қайнап жатыр. Тұзы бәрі салынды. Енді бұны біз қазір сапырғанда сорпа өте дәмді болады. Біз бұны сапырып жатырмыз. Майы бәрі шығып тұр міне, қазір қарталарымыздың бәрін. Енді біз бұны қаппағын жауып, ақырынға қойып, өз бабымен піседі. Өз бабымен піскенде бұл өте дәмді болады етіміз. Сондықтан мен қазір етімнің беттерін жабам. Шетін біраз ашам. Тағы да мына қазыларымды, омыртқа,
жамбас, әрбір жылқыларымыздың мүшелері, міне, қазақтың салт дәстүрі өзіміздің. Сапырып жатырмыз, қайнап жатыр сорпамыз. Бұны қазір 1-2 сағаттан кейін піскен етімізді тегенеге салып аламыз. Қазір міне ақырын бұл қайнай береді. Бүгін біз міне наурыз мейрамында пісірген етіміз дайын болды. 2 сағаттан кейін аламыз дедік, алдық. И міне бізде мына жерде жілік, міне